Қазір елімізде фитнес индустриясы қарқынды дамып келе жатыр. Спортпен айналысамын дегендер көп. Бірақ барлығы спорт залында өзін қалай ұстау керектігін білмей жатады. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз жаттығу залындағы әдептілік ережелері жайында баяндаймыз. Жаттығуға барар алдында спорттық киімді түгендеп алған жөн. Ең алдымен ыңғайлы спорттық киім таңдаған дұрыс. Егер ол тым тар болса, қимылыңызға кедергі жасайды. Ал бос киім жаттығу құрылғыларына ілініп қалуы мүмкін. Аяқ киім табаны қатты, өкшесі ұзын емес болғаны дұрыс. Ашық аяқ киімнен бас тартыңыз. Не рекомендуется заниматься, да и вообще запрещено в сланцах или в тапочках. Жаттығу залына ашық аяқ киіммен келмеуге кеңес береміз. Оның екі себебі бар. Ең алдымен қауіпсіздікті ойлауыңыз керек. Ауыр құрал жабдықтар аяққа түсіп кетуі мүмкін. Екіншіден, гигиена мен эстетика жағын естен шығармаған жөн. Обуви, чтобы другим посетителям было комфортно в это время также заниматься. Өзіңізбен бірге орамал алып жүруді ұмытпаңыз. Өйткені терлегенде тренажер ылғалданып қалады. Өзіңізден кейін отырған орынды сүртіп кетіңіз. Сізден кейін келетін адамның қамын ойластыру қажет. Жабдықтарды орнына қайтарыңыз. Гір мен зілтемір шашырап жатса, қалған жұрт алдында ыңғайсыз болады. Біреу оған аяғын соғып, жарақат алуы әбден мүмкін. Ауыр атлетикамен айналысатындар штангадан аттап өтуге болмайтын жақсы біледі. Біріншіден бұл қалыптасқан дәстүр, екіншіден қауіпсіздік ережесі. Сол себепті жабдықта айналып өткен дұрыс. Егер біреу жаттығуды айнаның алдында жасап жатса, оған кедергі етпеңіз. Өйткені ол спорттық техниканы қадағалап отыруы тиіс. Жақындап әңгіме айтудан да бас тартыңыз. Сондай-ақ құрал жабдықты босатуды да талап етпеңіз. Ол әдепсіздік саналады. Бірақ жабдыққа қол жеткізгенде көп уақытты алмаңыз. Если тренажер занят, то обычно мы спрашиваем, сколько подходов у вас. Егер тренажер бос болмаса, біз өзіміз жақындап қанша уақыт қалғанын сұраймыз. Залда адам көп болғанда барлық жаттығуларды рет-ретімен орындап шығу мүмкін емес. Сол себепті бұл жүйені қолданбаңыздар. Амплитудалық жаттығуларды да жасамаңыздар. Өйткені тренажерлардың басым бөлігі бос болмайды. Они будут заняты, и, соответственно, ваша тренировка не сложится из-за количества ограниченного времени. Кейде залға келушілер жаттығуды аяқтағаннан кейін гантельдерді жерге лақтыра салады. Бірақ олай істеуге болмайды. Құрал жабдықтарды дыбыссыз түсіріп қоюға тырысыңыз. Оны аяқпен тебудің де қажеті жоқ. Егер жаттығу орындағыңыз келмесе, қажетсініп тұрған адамға жол беріңіз. Меня как постоянного посетителя тренажерного зала порой раздражает. Мен жаттығу залына жиі келемін. Жаттығуларды сапалы орындауға тырысамын. Басқа клиенттер жалғыз өзі емес, достарын алып келетін жағдайларда болып тұрады. Әрине олар шулап мазамды алады. Кейде біреулер телефонмен дауыстап сөйлесе бастайды. Кейде оған көңіл аудармау мүмкін емес. Которые клиенты иногда не отвечают на свои телефоны и продолжает, получается, этот телефон звенеть, и это лично меня сильно отвлекает. Қоғамдық орындарда шулауға, музыканы қатты тыңдауға, телефонмен сөйлесуге, қоқыс лақтыруға, мас күйде келуге немесе төбелесуге қатаң тыйым салынған. Бұл ережелер жаттығу залдарына да қатысты. Киім ауыстыратын жердегі тәртіпті де сақтаңыздар. Жуынатын орында суды шашыратпай, шашыңызды қалдырмаңыз. Шкафтың жанында киімсіз жүрмеңіз. Мұндай әрекет қалған жұртқа қолайсыздық туғызады. Әдептілік ережелерін ұмытпай орындап отырсаңыз, жаныңыздағы адамдар мен бапкерлер сізге басқа көзқараспен қарайды. Көмегін беріп, қолдау көрсетіп отырады. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.